Barchаңызға сәлем. Бүгін біз санды теңдіктер және олардың қасиеттері, бір айнымалысы бар сызықтық теңдік тақырыптарын қарастыратын боламыз. Олай болса, санды теңдіктер дегеніміз не? Санды теңдіктер деп екі саннан немесе санды өрнектен тұратын және олардың мәндерінің тең екенін көрсететін жазу. Біз бұны санды теңдік деп атаймыз. Мысалға, мындай А қосылған Б тең С қосылған Д деген сияқты өрнектерді, яғни бірі-біріне тең екенін көрсететін жазуды біз санды теңдік деп айтады екенбіз. Енді осы санды теңдіктердің бізде төрт қасиеті бар екен. Атап өтсек, бірінші қасиеті теңдіктің екі жағына бірдей санды қосуға болады екен. Яғни А тең Б теңдігі болатын болса, осы теңдіктің екі жағына бірдей санды қоса аламыз. Яғни бір санын қоса алады екенбіз. А қосылған 1, Б қосылған 1. Кез келген санды қосуымызға болады. Енді екінші қасиеті теңдіктің екі жағына бірдей санды азайтуға болады дейді. Дәл солай мысал ретінде А тең Б теңдігі болатын болса, Адан 2-ні, Б'дан 2-ні алып тастасақ болады деген сияқты. Үшінші қасиет пен төртінші қасиетте дәл солай теңдіктің екі жағына бірдей санды көбейте аламыз және бірдей санға бөле алады екенбіз. Жазып көрсете салайын. А тең Б теңдігінің екі жағына бірдей санды көбейтуге болады дейді. Аға мысалға 3-ті көбейтсек болады және Б'ға 3-ті көбейтсек болады. Ал төртінші қасиетте теңдіктің екі жағын 0-ден өзге бірдей санға бөлуге болады дейді. Не себепті екені біз санды 0-ге бөле алмаймыз, иә? Мысалға А тең Б, саны А-ны 4-ге бөліп жүрсек болады, дәл солай Б-ны да 4-ге бөліп жүрсек болады. Демек, екі жағынан да қандай амал орындасақ та, бірдей қоссақ та, азайтсақ та, көбейтсек те, бөлсек те, бізде ол теңдіктің мәні өзгермейді екен. Енді бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу дегеніміз, оның жазуы былай болады. AX қосылған Б тең болады Б-ға. Бұл жердегі бізде А менен Б кез келген сан, ал X бізде айнымалы. Енді соған мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал 3X қосылған 7 тең 27. Теңдеуді шешетін болсақ, 3X-тің өзін жазамыз. Мына жерде қосылып тұрған 7-ні теңдіктің оң жағына минус қойсаңыз, қосылып тұрған 7-ні азайтамыз. 22-тен азайтамыз 7-ні. Сонда бізде тең болады 3X-іміз тең болады қаншаға? 15-ке. Сонда X-іміз тең болады қаншаға? X-ің өзі қалу керек қой. Сондықтан көбейтіліп тұрған 3-ті теңдіктің оң жағына бөлі қылып өтеміз. Сонда 15-ті 3-ке бөлетін болса, X-іміз 5-ке тең болады екен. Енді екінші мысал. Бізде бірінші мысалда X-іміз тек теңдіктің бір жағында ғана орналасқан. Ал екінші теңдеуде X-іміз, яғни айнымалымыз, теңдіктің екі жағында да орналасқан. Ол үшін біз не істейміз? Яғни X-тарды бір жаққа, X-і жоқ, айнымалысы жоқтарды бір жаққа жинайтын боламыз. Яғни 2X-тің өзін жазамыз. Мына жақта тұрған X, яғни бұның алдында плюс бар қой, мына жерде тұрған қосылып тұрған X мына жаққа минус қылып өткіземіз. 2X азайтылған X тең болады, сонда 15-тен қосылып тұрған 9-ы минус қылып өткізетін болсақ, минус 9 болады. Сонда X-іміз тең болады. 15-тен 9-ы азайтамыз, қанша болады? 6 болады. X-іміз 6-ға тең болады екен. Ал енді үшінші, келесі біздің қарапайым мысалы тоже 2 көбейтілген 3X плюс 1. Біз жақшаны ашуымыз керек, яғни 2-ні 3X-ға көбейтеміз, 2-ні 1-ге көбейтеміз. Сонда 2-ні 3X-ға көбейтеміз бізде 6X, қосамыз 2-ге 1-ді көбейтеміз 2, тең болады 20-ға. Ары қарап есептейтін болсақ, 6X-тің өзін жазамыздан, мына жерде қосылып тұрған 2-ні теңдіктің оң жағына азайтуға өткіземіз. Яғни 20-дан азайтамыз 2-ні. Сонда 6X-іміз тең болады 18-ге, X-іміз тең болады 3-ге. Сонымен бір айнымалысы бар сызықтық теңдеуде біздің айнымалымыз X, сол X-ті табуымыз қажет.
Ал егерде мына жерде 3x плюс 7 тең 22 егер 22 қасында y болатын болса, онда бізде екі айнымалы болады. Онда бұл екі айнымалысы бар сызықтық теңдеу болып кетеді екен. Енді қарапайым мысалдардан көріп, келесі күрделі мысалдар. 8 бен 5 мына жерде ең бірінші жақшаға көз жұмсайды, яғни 8-ді мына жақшаға, 5-ді мына жақшаға көбейтіп шығамыз. 8-ді 2x-ге көбейтеміз, 16x, азайтамыз, 8-ге 1-ді көбейтеміз, 8, азайтылған 5-ге 3-ді көбейтеміз, 15x, 5-ді 4-ге көбейтеміз, 20 болады, тең болады 7-ге. Енді 16x пен 15x-ді азайтып жібереміз, минус 8-ді 20-ны азайтып жібереміз. 16x-тен 15x азайтатын болсақ x, минус 8-ді 20-ны қосатын болсақ қанша болады? Плюс 16 бола ма? Ой, 12. Кешірім сұрайын, плюс 12 тең болады 7-ге. Енді x-імізді табу үшін плюс 12-ні минусқа өтсеміз, 7-ден азайтамыз 12-ні, сонда x-іміз тең болады минус 5-ге. Түсінікті деп ойлаймын. Енді екінші мысалымыз бізде бөлшек түрінде берілген екен. Бөлшек болатын болса, бізде ортақ бөлім береміз. Мынау сіздерге түсінікті болу үшін 5-тің астында 1 бар деп есептейді. 5-тің астында 1 бар деп қарастырсақ, 4, 2, 1-ге ортақ бөлім беретін болсақ, біз 4-тен береміз. 4-ті 4-ге бөлеміз 1, яғни біз мына бөлшектің алымын 1-ге көбейтіп шығамыз, 4-ті 2-ге бөлеміз, 2-ге мынаны x минус 6-ны 2-ге көбейтіп шығамыз, және 5-тің астында 1 бар, яғни 4-ті 1-ге бөлеміз, 4, яғни 4-ті 5-ге көбейтеміз. Сонда 3x плюс 2-ні 1-ге көбейтсек, өзі шығады, өзін жазамыз, азайтамыз, 2, түсінікті болсын былай жазайын, 2x, 2 көбейткен x минус 6 тең болады 20-ға. Біз ортақ бөлім беріп, мұны бөлшектен айырылайық. Енді 3x плюс 2 ары қарай есептейік. Минус 2-ге x көбейтеміз, минус 2x, минус 2-ге минус 6-ны көбейтеміз, плюс 12 тең болады 20-ға. Енді 3x-тан 2x-ті азайтамыз, плюс 2-ге 12-ні қосамыз. 3x-тан 2x-ті азайтсақ, x-тің өзі қалады. Енді плюс 2, плюс 12, 2-ні қосатын болсақ, 14 болады. Плюс 14 тең болады 20-ға. Сонда x-іміз қаншаға тең болады? 20-дан 14-ті азайтатын болсақ, 6 болады екен. Осымен бір айнымалысы бар сызық теңдеуі мысалды қарастырып болдық. Енді айнымалысы модуль таңбасының ішінде берілген бір айнымалысы бар сызықтық теңдеу. Модуль таңбасының ішінде дегеніміз, бізде модуль таңбасы міне мынау тіке жақша, тік жақша. Енді модулі бар теңдеудің модулі жоқ сызықтық теңдеуден айырмашылығы, оны біз екі жолмен қарастыратын боламыз. Бізде бірінші мысалда модуль ішіне 2x плюс тең 7. Бірінші жағдайда енді біз бұны екі жолмен шығарамыз. 2x плюс 1 тең 7 деп шығарамыз, және 2x плюс 1 тең минус 7 деп шығарамыз. Енді есептейтін болсақ, 2x-іміз тең 7-ге, 7-тен азайтамыз 1-ді, 6 болады. 7-тен азайтамыз. Мына жерде қосылып тұрған 1-ді минус болып өткіземіз. Сол кезде 2x-іміз тең болады 6-ға, x-іміз тең болады 2-ні көбейтіп тұрған 2-ні бөліп өткіземіз. 6-дан 6-ны 2-ге бөлсек 3 болады. Екінші жағдайда минус 7 болып шығу үшін 2x-іміз тең болады минус 7 қосылып тұрған 1-ді минус болып өткіземіз. Минус 7, минус 1. Бізде қанша болады? Минус 8 болады. Сонда x-іміз тең болады минус 4-ге. Бұл бізде бірінші жағдай. Яғни теңдіктің бізде оңыздан шығып тұр. Ал егерде 0 болатын болса, онда бізде теңдеудің тек бір ғана жауабы болады екен. Өйткені минус 0 деген жоқ қой, сондықтан x плюс 4 деп шығара береміз. X плюс 4 тең 0, x-іміз тең болады минус 4-ге.
Ал үшінші жағдай 2x минус 1 тең болады минус 3 болатын болса, бізде ереже бойынша модульден минустан шықпайды. Мына жеріміз минус болғандықтан бұл есептің нақты шешімі болмайды екен. Енді осы сызықтық теңдеу түсінікті болатын болса, келесі тақырып бізде мәтінді есептер шығар. Осы мәтінді есептерге біз теңдеулер құрып, осы теңдеулердің көмегімен осы мәтінді есептерді шығаратын боламыз. Екі мысал берілген екен. Бірінші мысал, тіктөрт бұрыштың ұзындығы енінен 4 см артық, периметр 28 см-ге тең. Тіктөрт бұрыштың қабырғаларын табыңдар дейді. Өте қарапайым мысал екен. Міне мысалға сіздерге түсінікті болу үшін тіктөрт бұрышты сызайын. Кішкене қисық болып қалды. Тіктөрт бұрыштың ұзындығы енінен 4 см артық. Енін x деп алайық, өйткені ол белгісіз, иә. Ал ұзындығы енінен 4 см артық дейді. Демек, x қосылған 4 болады. Осының периметрі 28 см-ге тең дейді. Ал бізде периметрдің формуласы қандай еді? 2 көбейтілген a қосылған болады. Енді осы формаға салатын болсақ, периметр 28-ге тең дейді. 28-іміз тең болады 2. Мына жерде бізде x дегеніміз бұл жерде a болса, x плюс 4-іміз бізде b, иә. A дегеніміз x-ға тең, x қосылған, b-мыз қаншаға тең? X плюс 4-ге тең. X плюс 4-ге тең. Енді теңдеуіміз шықты, аралап теңдеуді шығарамыз. 28 тең, x-ға x қосамыз, 2x қосылған 4 болады. Енді 2x-ті 2-ге көбейтеміз. 2 мына жаққа ашып көбейтеміз ғой, 2x-ті 2-ге көбейтсек 4x болады. 2-ні 4-ге көбейтетін болса қанша болады? Қосылған 2x-ті 4-ге көбейтетін, 2-ні 4-ге көбейтетін болсақ 8 болады. Енді мына жерде қосылып тұрған 8-ді теңдіктің сол жағына минус қылып өткіземіз. Сонда 28 минус 8 тең болады 4x-ға. Сонда x-іміз тең болады қаншаға? 28-ден 8 азайтамыз 20. Көбейтіліп тұрған 4-ті бөлеміз 20-ға. 20-ны 4-ке бөлсек, x-іміз тең болады екен 5-ке. Сонда біздің тіктөрт бұрыштың ені 5-ке тең, a тең 5-ке тең, ал бұмыз қаншаға тең? 5-ке 4-ті қоссақ 9-ға тең болады екен. Есепті тексеріп көре салайық. Периметр 28-ге тең дейді. Сонда периметріміз тең болады қанша? 2 көбейтілген 5 қосылған 9, иә. 5-ке 9-ды қосамыз 14, 14-ті 2-ге көбейтеміз 28. Демек, біздің есебіміз дұрыс. Яғни біз теңдеулерді мәтін есептерде осылай қолданып құрып алады екенбіз. Енді екінші мысалымыз. 3 күнде дүкен 540 кг қант сатты дейді. Бірінші күні, екінші күннен 40 кг артық, ал үшінші күні екінші күннен 20 кг артық сатылды дейді. Екінші күні қанша килограмм қант сатылды дейді. Бірінші күні, екінші күні x килограмм сатылды, ал бірінші күні x қосылған 40 килограмм артық сатылды, ал үшінші күні екінші күннен қарағанда 20 килограмм артық. Демек, екінші күніміз x, оған 20 килограмм артық болатын болса қосамыз. Сонда жалпы 3 күнде 540 килограмм қант сатылған екен. Енді бізге осы жерде екінші күнде қанша килограмм қант сатылғанын табу керек. Яғни біз x табамыз. Сонда 3x-ті қосамыз, x қосылған x бізде 3x-ті береді. Қосамыз 40 пен 20-ны қосамыз 60 болады. Тең болады 540-қа. Енді теңдеуді ары қарап шешеміз. 3x-іміз тең болады 540-тан 60-ты азайтатын болсақ 480 шығады. Ал x-тен x табу үшін 3-ті бөлеміз. 480-ді 3-ке бөлетін болсақ бізде 160 болады екен. Сонда екінші күні бізде 160 килограмм қант сатылған. Осымен бүгінгі сызықты теңдеулер, бір айнымалысқа сызықты теңдеулер тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.